бар мұғаліммен. Мен осы жерде маған мұғалімдікке орын жоқ. 40 мектеп бар, 37 бар, менде орын жоқ. Мен мектеп алдаяры. Мен деген Дамбы Амангелді атындағы орта мектепке жұмысқа барамын. Мен кешеден бері, бүгіннен бері мысалы көрген қорлығым, 30 мен бұрын балықшыға барам, мен Авангардқа түсемде 20-ші маршрутқа мініп, ары қарай Дамбы Амангелді атындағы орта мектепке барамын. Бұрын мен сөйтіп оған 2 маршрутқа мен ренжіген жоқпын. Өзімнің жұмысын еңбек ететін балаларымды асырауым керек, мен жүрдім. Енді кешеден бері Нұрсаяға 30-а кірмейді, 4-ке сыйған жоқпыз. Қаншама таңертең кісі, сабақ басталған жоқ әлі мұғалімдерге. Тек қана бізге жұмысқа барып, қағазын жазып келіп жатыр. Бізге әлі сабақ уақыты басталған жоқ сабақ кесесі. Бұрын 30-а мен қайда барып жүрдіңіз? Мен бұрын 30-а мен Балашыға дейін барам. Балаштан 50-ге я 57-ге мінемде Дамбы Амангелді атындағы орта мектепке барам. Жақсы, біз 30-аны неге қысқарттық өйтіп, анаяққа бармай тұрмыз. Хотя бы академияға жете алмай тұрмыз біз академияға. Бұрын академияға баратын болдық бар ма? Қазір аэропорттан тіке. Жоқ, енді қазір мен сұрап қойып отырмын нақты. Сіз Нұрсаяға кірмейтін болғаннан кейін отыра алмай тұрсыз ғой. Мына жерге кіріп шықса, ар жағындағы маршрутына қарсылығы жоқ ешқандай. Ар жағында мен мысалы Балашыға барамын. Жақсы, оны қараңыздар. Жақсы, қазір мына 30 бойынша айтып отырмын ғой, осы мәселелеріңізбен міне бөлек смарт немен қалыңыздар, басшысымен бірге отырып обсуждать етіп шешіп қалдыңыз. 30-ымызды қалдыруыңызды сұраймыз. Себебі Нұрсаяға 4 пен 30-дан басқа маршрут жоқ. Біз біріне біліп жүреміз анда-мында. Сосын біз кейбір маршруттарды, көп маршруттарды мына неге аэропортқа барып қойдық, ол дұрыс па? Оның қай жерде тұрғанына қандай не бар? Нұрсаяның конечный Балашыға дейін Нұрбүкін апарса болды біздерге. Бұрынғы маршрут қалды. Жоқ, енді ана автобус мына жерде мен айтқым келіп отырғаны бұрын 4 мына жерде тұратын болды, осылай ма? Жасотаудың қасында? Модерннің астында тұратын болды. Ол жерге жасыратын жоқ, ана жерде остановканың да жағдайы жоқ, тұратын да жердің жағдайы жоқ. Егер де сол жерде тұрмай аэропортта тұрып, бірақ сол жерден алып кететін болса болды емес пе? Болды ғой. Остановкасын салып берейік, дұрыстап. Адамдар жаңбырда, күнде астында тұратындай қылып, сосын маршрут келсе болды ғой сол жерге. Жақсы, қазір халық ойластырып